Баршаңызға сәлем, біздің Ақтастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен дәл осындай асқабақтан десерт әзірлейтін боламыз. Ол үшін құрамына әрине асқабақ қажет болады, корица және бал қажет болады. Жасалу жолы оп-оңай, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Және кешкі асқа десерт ретінде пайдалануға болады. Ол үшін асқабақты дәл видеодағыдай етіп бөліктерге бөліп аламыз. Асқабақтың негізімен дәл осы сопақша түрін пайдаланамыз, себебі өте дәмді шығады және жұп-жұмсақ тез арада пісіп шығады. Асқабақтың білесіздер адам денсаулығына орасан зор пайдасы бар екендігін. Көп адамдар асқабақтың пайдасын біле бермегендіктен оны ас мәзіріне қоса бермейді. Бірақ алайда нағыз күз, қыс мезгілдері асқабақтың науқаны деп те айтуға болады. Өйткені біздің ағзамызға витаминдер қажет болған кезде біз витаминдерді дәрілерден көрі осылай жемістерден, көкөністерден алғанымыз орасан зор болып табылады. Міне асқабағымызды бөліктерге бөліп алдық. Енді оны пергамент қағазы төселген табамызға дәл осылай біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Міне қараңыздар, барлығын орналастырып алдық. Енді бізге бал қажет болады. Кез келген балды пайдалансаңыздар болады. Осылай бал қосып аламыз ыдысымызға. Және оның үстіне егер сіздерге ұнайтын болса, әрине корица қоссаңыздар болады. Бірақ корица қосқан негізі дәмдірек болады. Өйткені барлығына ұнайды деп ойлаймын. Дәмі де ерекше, әрі түсі де бір нағыз какао шоколадтың дәміне ұқсас десерт болып шығады. Міне дайын болған осылай бал мен корицамызды алып, барлығын асқабақтардың үстіне біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Асқабақты міндетті түрде кешкі асқа немесе түскі асқа десерт ретінде пайдаланып отырыңыздар. Себебі асқабақ зат алмасуды реттейді. Құрамында барлық В тобының витаминдері бар және калий, кальций, темірге бай көкөніс болып табылады. Сондықтан міндетті түрде асқабақты күнделікті рациондарыңызға қосқаныңыз дұрыс. Дәл осылай асқабаққа бал қосып жеп жатар кезде жататын болсаңыз, ұйқыңыз тыныш болады. Тіпті ұйқы дәрісін ішудің сізге қажеті болмайды, себебі жүйкеңізді тыныштандырып, жақсы ұйықтауға көмектеседі. Міне біздің асқабағымыздың барлығына жағып алдық, дайын болды. Енді оны қызып тұрған 180 градус пеште 20-25-30 минут аралығында пісіріп алсақ болады. Негізі асқабақтар білесіздер, өте тез піседі. Міне біздің асқабақтарымыз дайын болды. Нағыз күздік десерт тағам ретінде пайдалансаңыздар болады. Балалар, тәулкендер де сүйіп жейтін дәмді десерттер, әрі арықтау кезінде де жесеңіздер артық салмақ қоспайтын, зат алмасуды реттейтін сондай бір қасиетке ие көкөністердің бірі. Міндетті түрде осы десертті жасап көріңіздер және біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі біздің Ақтастархан YouTube арнасынан сіздер қарапайым заттардан дәмді ас әзірлеуді үйренетін боласыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Себебі дәл осылай асқабақтан жасалған түрлі рецепттер біздің каналымыздан таба аласыздар. Міне барлығында ыдысымызға салып алдық. Енді дәмін татып көрейік. Қараңыздар, түрі өте әдемі, дәмді екені көрініп тұр. Асқабақтың тәттілігіне дәл осылай бал мен корицаны қосқаннан кейін бізде ерекше дәм үйлесімділігі пайда болады. Қараңыздар, барлығы піскен, жұп-жұмсақ. Тіпті осымен шай ішсеңіздер де бола береді. Ал ас болсын сіздерге.